Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Біз 1 мамыр күні, яғни кеше нар күні, Toyota 75 көлігінің презентациясына барып қайттық. Алла қаласа, бір-екі күнде монтажын жасап, сіздер үшін көрсететін боламыз. Ал енді біздің алдымызда Toyota 70 көлігі, японский сборка, 2.5, 8 сатылы. Бұл көлікті мен неге көрсетіп тұрмын? Бұл көлік біз көліктерді Кореядан көп жібергендіктен бізге арнайы дилерлер бізге хабарласады. Нұрлан Азия компаниясына бізге осындай көліктер келіп тұр, арзан бағада алып қалыңыздар, болмаса біз сайтқа шығарамыз. Сайтқа шығарған кезде тағы да $1000 қосылады. Сіздер үшін арзан шыққан көліктерді осылайдан жиі шығарып отырамыз. Біз бірінші жол көретін боламыз, видеоға түсірем, YouTube арнасына шығарам, ұнап жатса алып қалыңыздар. Негізі бұл көліктердің Қазақстандағы біз жіберіп жатқан орта есеппен бағалар 14,5-15 миллион теңгенің арасында кетіп жатыр. Осында белгі жемшіктер. Енді мен мынаның өзім жобалап, өзім ойлап жатырмын, расстановкасымен 13,8-14 миллионның шамасына жетеді екен. Ал олай болса, біз обзорымызды бастайық. Бұл не деген арзан көлік деп сіздер ойлап жатқан шығарсыздар. Жайғасып отырыңыздар. Біздің арнамызға тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, бірінші осындай арзан баға шыққан көліктерді бірінші көретін боласыздар. Олай болса біз шоуымызды бастаймыз. Жақында бері моя малышка, сенің күлкің самая вышка, сенің бейіңнен аппетит мощный, самый горячий, самый сочный. Ты моя луна, жүзің дөңгелеп, билі домалап, билі дөңгелеп, жарысар тағы қоссаң оңгелеп, билі тоқтамай, билі еркелеп, саған қарай келемін жыл-жыл. Алсам деймін бетіңді шымшы, тұла бойың мақтадай lökki, жаным сол томпи-томпи. Бізге Қазақстаннан көп кісілер қазір соңғы уақытта хабарласып жатыр. Нұрлан, сәл ұрлыған, түрілген болса да көліктер біз аламыз. Закрытый аукциондар бар ғой арнайы, сол жақтан аламыз. Бізге айтып жатты деп жатыр. Мен есептедім, алдында бір көлік болды, алдынан да артынан да жай ұрлыған. Кореядағы бағасының өзі $15,000, оған запчастың өзі $4,000. Қазақ жасатқаны бар, анау-мынау, сонда орта есеппен санағанда бір 300-400 мың теңге ғана сіздер ұтасыздар. Мына көліктен қарағанда. Бірақ ол үшін қанша уақыттарыңыз, қандай бір запчасты болсын, несі болсын, 3 ай, 4 ай сіздер сол көлікпен арпалысасыздар. Ал бізде қазір арзан бағада көлік келіп тұр. Енді Кореядан жіберетін көліктер біріншіден жылы жақсы, керемет көліктердің арасындағы сәл түртілгендері болады. Сорда да ақпасаңыздар болады. Ең бастысы алдынан, артынан орылған кезде де ланжерондары, майспай, жалпы көліктің орнынан сәл тайып кетеді ғой нелері. Сосын ондай көліктер емес, жай түртілген көліктер, әрі қайтып жөндеген көліктер болса, сіздер алып қалыңыздар. Олай болса, біз қазір мына көлікті обзорын бірден көрсетейік. Қазақстанға қазір Toyota 70 көлігі өте жақсы кетіп жатыр, себебі басқа көліктерден қарағанда бұлардың моторы, жүрісі, коробкасы әлдеқайда керемет. Ресейлік көліктерден қарағанда бұлардың моторлары менің ойымша бір миллионға жүреді деп ойлаймын. Себебі Япония мемлекетінің арзан көліктерін тек Кореядан біз ғана жібере аламыз. Сол себепті бұл көліктер Қазақстанның басқа көліктеріне қарағанда
ең жоғарғы сатыда. Мінекей, 2.5 бензин, 8 сатылы, 207 аттың күші бар. Енді бұда алып жақтан удар түспеген, яғни арты жақтан ғана бір бұрыштан ғана ұрылған. Бірақ мен сіздерге сәл көрсетейін, YouTube арнасы болғаннан кейін мінекей. Болттар шешілмеген, шашка сау, мына жақта болттар шешілмеген. Мотор әдемі жұмыс жасап тұр. Мына жақтарда сондай. Мінекей, бар родной. Енді алдынан қатты ұрылғаннан қарағанда, кейбір кісілер айтады, артынан ұрылғанда жақсы, солар тиімдірек. Жалпы көлікте мынау Кореяның Toyota центрінде жасалғаннан кейін ба, көлікті өте жақсы жасаған, әлі краскасы былай білінбейді, таза. Қараңыздар, мына көлікте мысалы көшеде тұратын болса, мына көліктің артынан жай ұрылған екені, немесе ұрылып қайтып жөнделген екені ешкімге білінбейді. Себебі бұл Toyotаның өзінің арнайы несіне жасаған. Себебі кәрістер көліктерді ремонт жасататын кезде бұларды арнайы мысалы енді Қазақстанға жылы жаңа көлік кететін болғандықтан бұлар әлі гарантиясы кетпеген. Сол себепті алып авария болғаннан кейін бірден гарантиясына, яғни Toyota центрге барып жөндетеді. Ол жақтағы бағасы өте қымбат, әрі жоғары сапада жөндейді. Енді көлік Toyotаның іштерін білесіздер. Қандай конфигурация, қандай барын білесіздер. Енді жалпы мына жақтан қарайтын болсаңыздар, мінекей мынаны, яғни шешіп қайтып салған, яғни жаңасын салса керек. Мына жерде болттары көріп тұрған шығар. Көріп тұр ма? Енді бұда не үшін жасайды? Көлікті мына багаж алған кезде былайша айтқанда бір освещать ойып жібереді. Краскасын бәрін өлшеп түсіндіремін сіздерге. Мына жақтардан осы жерден сәл ғана түтілген, бірақ мына жерде мынандай қараған кезде әдемі білінбейді. Қазір арнайы талшынамермен тексерейік. Енді сіздер біздің YouTube арнамыз көрген кезде басында неге айтпадың, 10 минут 20 минут уақытымыз кетті демес үшін бірденен арзан баға әрі сәл түртілген көлік екенін ашып айтып жатырмыз. 211. Бұл жерде 110-178, яғни освещетілген. Мына жерде 451 көрсетіп тұр. Бұл 405. Мына жерде шпатлевка жоқ, бірақ қалың краска. 440, 350. Бұл жерде көлік ұрылғаннан кейін сәл-сәл темірлер былай не істеген. Может, мына жерде краскасы сәл ұшады дегендей, соларға қайтадан қалың краска жағады, жаққан кезде осындай көрсететін болады. Енді бір-екі жеріне шпатлевка жағу мүмкін, себебі 317 көрсетіп тұр. Сәл көлікті ұрған кезде, ұрылған көліктерді көрдік Кореяда. Соларда сәл майысқан кезде сол жерін түзеудің өзі оңай емес. Мінекей мына жерде 600 көрсетіп тұр. 700 почти. Менің ойымша мына жерде яғни ұрылған, мына жерден ұрылған, мынау сәл-сәл майысқан, қайт түзеген. Мысалы, енді балғамен ұрып түзейді, қайтадан жөндеп қойған. Бірақ мүлдем білінбейді, таза. Мына жақтарын көрейік. 491, 336, мына есікті көрейік ал. 130 болды, мына есіктен бастап таза. Онда мына жер 314, 167, яғни красканы байнан кетірген да. Мына жаққа уже азайып барады. 129. Бірақ боялмағанмен бірде өпті. Сосын кесілген, кесілмеген екен. Бірден көрсетейік. Енді бұл қазір YouTube арнасы дамыған заман. Сіздер Қазақстанда, біз Кореяда демекші. Алған көліктеріңіздің осылайынан қолдан келгенше ашып көрсетуге біз ұйғардық. Бұдан кейінге осындай сәл түртілген көліктер болатын болса, осылайынан ашып көрсететін боламыз. Сәл түртілген әрі қатты да білінбейді. Соны көліктерді ала беретінен.
Енді бұлар российский көліктерді мынаның суретін WhatsApp арқылы жіберетін боламыз. Яғни боялған детальдары мынау. Бампер онсыз да боялады. Багаж. Одан кейін мына жақты көрейік. Одан кейін бізге маңыздысы арт жақтан қалай ода қаншақты кірді. Соны біз көрсетіп жіберейік. Мінекей жарық тұр. Мінекей запаскасы тұр. Мен мынандай көліктерді көргем. Сіздерге ашығын айтайын. Қараңыздар. Мына көлікте мына жақтардың бәрі кәдімгідей майысып кеткен, қанша түзесе де түзелмей тұрған көліктерді көрдік. Бірақ мынада ондай емес. Көрініп тұр. Тап-таза екен. Мына жерлерге дейін сәл бояп келтірген екен. Одан кейін сіздерге көрсететін нәрсе, мына жерге қарап. Мына жерде мынандай не жабыстырған білінбейді. Тас болып тұр мына жерде. Герметиктер орын тұр. Ана сары мен ойлаймын тот басқан шығар десем, ол жерде не екен? Яғни кофе ме бірінші төгілген. Кәстен кофені жақсы көріп тұр. Бір жуып шай жіберген. Мына жерде заводской салфет тұр орында. Таза. Бәрі жақсы. Ең бастысы қатты ұрмаған екен бірге көріп тұр. Жазда көліктер шыққан осындай. Ашып қараған кезде багажаттары сәл-сәл байысып тұрғандары болды. Одан кейін мототы бойған жер жоқ болды. Одан қатты удар тиер екен бір деп көрдік. Біз алған жоқпыз. Енді сыртқы кузовтан түсіретін болғанда бақатса осы жерді бітірейік. Енді кәсіптің қай жері бойылған көшеден жүрекпіз. Мына жақта боялмаған. Осы жерді тез бітіре салайық. Тек сонда багаж артқы жақ болып қана жоқпыз. Жағынан түсірейік. 127. Яғни мына жерден былай қарай боялады. Мына есікте боялмаған. Сонда мінекей. Арты крыло, багаж. Арт жақтағы крылосы, сосын бампер. Ажарды көрсетейін. 140 бар. Көп тұрғанша. 147. 129. 133. 134. Мына жерден бастап боялады. 199. Боялғанда да жақыннан көшіп. Мына жерден. Мына жерде қарасаңыздар сәл былай бітіріп жасаған. Осы жерлерден ғана білуге болады. Боялған деген. Енді бұл көліктерді сіздерге айта кетейін. Енді боялмаған, таза, ормаған көлік алған жерде жалпы көлік апаттары болып жатыр, Аллахтан сақтасын. Сағылмайтын, жарылмайтын көлік жоқ. Сол себепті осындай бағада, арзан бағада, яғни 13,8 миллион теңге шығатын 14. Алматыға дейін бағасында сен деп бердік, 23,8 долларға 24 мың бағасында. Алла тағала болсын ойлап 23,8-ге бере салайық. Енді оның ішіне салып отыр. Енді өзіме негізі Toyota Camry көлігінің бір қатты ұнаған жері жүрісі өте керек. Оның рөлі тексеріп көрейік. Рөлі жақсы жұмыс жасап тұр. Тап-таза. Жерін бияқтан да резина болғандықтан өйстіп тарылдайды. Жақсы. Көліктерінің біз көріп жатырмыз. Toyota 40, 45, 50, 60 дегендер бар. Ордан қарағанда 70-тен бастап көліктің, яғни кузовы және ішкі салоны мүлдем өте ерекше өзгерді. Әрі мынау россиялық көліктерде де осылай өзгергенімен жүрісі жағы, көліктің сапасы кореялық, яғни Кореяда тұрған японский көліктер сияқты емес. Қарасаңыздаршы, таста кәдімгідей мықты сапада жасалған екен.
Одан кейін бұл көліктің жүрісін қарасаңыздар, объектің болса өте керемет. Жолда қотыр неде жолда жүрген кезде де өте жұмсақ. Одан кейін салоны өте әдемі, коробкасы жақсы, бензинді аз тұтынады. 8 сатылы болғандықтан жанармайды аз жейді. Әрі мынау Toyota Camry көліктерін тағы да біз Grandeur көліктерін айдап жатырмыз ғой. Бәрібір Toyota Camry көліктерінің опциялары төмен болғанымен бір өзгешелік бар. Отырған кезде бәрібір өзіне қайтып Toyota Camryға мінгің келіп тұрады. Себебі японецтер біледі, қандай көлік шығару керек екенін. Жақсы. Енді ішіне отыр, бір жүріп көрейік. Енді бір жүріп көрейік, енді қадам болса жүріс қалай жасаған деген сияқты. Енді мына жақта да енді қатты білмейді, бірақ енді нашар жасаған көлік бәрі білініп тұрады ғой. Енді мен ойымша бұл көлік те жаман емес, жақсы. Енді Корея мемлекеті тікелей Toyota центрден адамдар келгеннен кейін жақсы жасайды деп ойлаймын. Жақсы, өте жақсы, жұмсақ, жүріс әдемі, өте тиімді бағада. Енді Toyota көліктері Қазақстанда бір мінген адам, российский болсын, басқа болсын, түскісі келмейді. Ал енді мынау үлкен Япония мемлекетінен шыққан, жасалған көлік одан да дәмдірек болады. Яғни кәдімгідей осы көлікке мінгеннен кейін тек қана японский сборка көліктерін күтумен боласыздар. Енді Toyota 75 шықты, бірақ бағасы өте қымбат. Растаможкасымен біз есептедік. Мүмкін 19 миллион теңгенің арасында шығып өте мүмкін. Енді болашақта білмеймін, бағасы кішкене түсуі мүмкін. Енді салонда тұрғаннан кейін өте аз качество болғандықтан қымбат болып тұр. Бірақ мына Toyota 70 өзінің бағасы өте лайықты. Себебі ресейліктердің бұндай салоннан басқа жақтан көліктер шығып жатыр ғой. 15 жарым 16-ға кетіп жатыр. Ал енді мынау біз Кореядан жіберіп жатырмыз. Японский сборка. Пробегін қараңыздар, 32.680. Бұл көліктің жүрісі қатты да не емес, яғни біз жіберіп жатқан көліктердің де пробегтері осылай болып келеді. 5 мың жүрген пробег, 15 мың, 20 мың, 30 мың, ары кетсе бір 40 мыңға дейін жүрген көліктердің пробегтері. Мінекей, жалпы жаман емес, өте жақсы. Көлік маған өте ұнады. Ал сіздерге ше? Егер ұнап жатса, біздің WhatsApp нөмірлеріміз бар. Мен енді WhatsAppқа көп жауап бере алмай жатырмын, себебі оразай болғандықтан ауыз ашаға барамыз, баламен әңгімелесеміз, ары бері жұмыстармен жүріп қалып жатырмыз. Оның үстіне контейнеріміз, көптен күткен контейнер 2-3 айдан бері келген. Барлығы топ етіп, мінекей 6 контейнер Қазақстан келді. Сол себепті сіздер мен қолым босамайды, егізім шығып Ерланға. Осы көлік ұнап жатса, бағасында сөйлесіп келіссеңіздер болады. Біз алдына задақ беріп қоямыз. Одан көлік ұстап тұрамыз, яғни сайтқа шықпайды. Одан кейін қалған ақшаны, яғни 23 мың мысалы $800 дейік, $5 задақ беріп қойыңыздар, 23 мың $300 қалды, оны тікелей банк арқылы біздің компанияға акцияға саласыздар. Барлығы заңды жүзінде. Одан кейін сол көліктің ішінде доставкасы бар, біздің услугамыз бар, барлығы. Одан тек қана Қазақстанға күтіп отырасыздар. Алла қаласа біздің осы жіберіп жатқан контейнеріміз барлықтары 25 күн мен 30 күннің арасында келіп жатыр. Контейнерге салынған сәттен бастап. Олай болса, видеоның аяғынан көргендеріңізге рахмет. Toyota Camry көліктері болсын, тағы да қандай көліктер жиі шыққан көліктер, арзан бағада шығатын көліктер болса, комментарий жазыңыздар. Сіздерге көрсететін боламыз. Сол, бізден анау жақта монтажбен қиын не уақыт жоқ. Барлығын қарапайым түрде жасаймыз. Барлығы ашық түрде, ешқандай жасар ештеңе жоқ. Сол, сіздермен бірге болған Нұрлан, оразай қабыл болсын. Тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын. Рамазан айы мүбәрәк. Елімізде болып жатқан індеттен Аллах сақтасын. Болашақ Қазақстан осы Корея сияқты керемет дами берсін. Ажиотайт компаниясы сіздермен бірге. Ал олай болса, келесі видеода жолыққанша амандықта сау болайық.